деп айтты Сұбхан Алла не қаламат. Қасында ойнап күліп отырғанда кенеттен құлап қалды екі азамат. Бұл бәле сенің берген наныңнан деп көрсеттім сәбірге көп миханат Сондайды сорлы кедей ғарып едім, әр үйге басқам үшін барып едім. Бір үйден пәлен көші бойындағы шөлші бір әйелден алып едім. Өлтірмей мерегерде апарсаңдар, нан берген сол әйелді таныр едім ау. Деген соң керуен кетті шаһар жаққа. Келеді кедей сорлы жылап аққа, ішінде керуеншінің кейісі бар, кедейді сол әйелге апармаққа. Мүбәда кедей сөзі қата шықса, далдалды бетін итке талатпаққа. Бас қосып бәрібірдей іздеп жүріп, әйелдің есие емес тапты наққа. Құнан берген найсап әйел сол деген соң қаладан жұрт жиналды сұрашпаққа. Ол әйел адам екен, ақыл есті, кідірмей бұл кеңестің бәрін шешті. Пайғамбар кешегі бір мәжілісінде сөйледі, адамнан бас бір кеңесті. Нан сұрап есігіме келді-ау кедей, мазамды ала берді ерте кешті. Салалы тисе мұның көрейін деп зәһарға көміп бердім бір көмештей. Әйелде азулаңдай қайсар екен, жан жаққа жалтақтамай тура көшті. Есітіп үшпу сөзді қалайықтар, кедейдің сөзі мақұл екен десті. Үстінен басқан тозаң көтеріліп ғарыптың бұрынғыдан кеулі өсті. Сондайтты керуен басы аяқ қатын, бейбақтық тиді бізге залалатын. Наныңнан екі кісі нафит болды, зұлымдық бұдан өткен не болатын. Істеген жағдайыңа қарағанда жөні бар сенен құнау сұралатын. Әйелдің сезіктенді сондау іші деп айтты, өлгендерің қандай кісі. Қабарын әйел ашып сұрағансың, айтылды марқұмдардың бар белгісі. Әйелдің байым менен жаңғыз ұғылы сапарда жүруші еді жазықсы. Захардан нафит болған екі адам байы мен баласының болдау түсей.